Ассалаумағалейкум қазақ елі, Демиржан Карменов арнасына қош келдіңіздер. Осы арнада такси жайлы барлық тақырыптар қозғалатын болады. Егер де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк басып қойыңыздар достар. Бүгін алаяқтар туралы сөйлесеміз. Таксидегі бірнеше әдіс тәсілдері бар. Осы әдіс тәсілдерін бір-екеуін атап кетеміз. Және де TikTok арнасында бір бейнероликті тап болдым. Өзімнің әріптесім осы Астана қаласынан Абеке деген. Соның бір-екі жағдайлары туралы бейнероликтерін алып, осы бейнероликке қойдым. Аяғына дейін көріп шығыңыздар. Бір әріптесім маған видеосын жіберген, бір алаяқ қыз кәдімгідей лақтырып кетті ақшаға. Егер қыз артқа отырады, міндетті түрде водительдің жүргізушінің артына отырады. Ондай кісілер біреу оған қоңырау шалды және де айтты, жаңағы мінген таксидің ақшасын төлемейтін болған сияқты болды да, ол қыз магазинге тоқтатып шығып жоқ болып кетті. Сонымен Здравствуйте. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Картам займет 27 минут. Через на светофоре поверните направо. Поверните направо. Я сюда еду. Қайсына төлеп жүрші? Қумашы мұны, қойма. Төле? Аурасың ба не сен? Бере ғой кетті, осы қазақша мұны. У вас первая точка Толстого 5, вторая Алаймана. Забрать. Фаворит это вот это Да, же? да. Магазин забрать. А остальные точки не надо, что ли? Надо, надо. Маршрут перестроен. Где стать? Сейчас. Вот здесь вот направо. Тут магазины снаружи же. Здесь вот налево. Вот здесь вот смотри. Налево? Да, вот здесь вот. Вот сюда? Да, да, да. Она, короче, заказала вот где Республики и Дукинулы, есть же магазин Арзан, этот бывший Азамат. Она вот там села, короче, и заказ был аж на Толстого, одна точка, блин, райгородок, и вторая точка ЖД вокзал, там капец круг, короче. А я ее провез всего лишь там, блядь, один перекресток, ну два буквально, до бизнес-центра «Фаворит». У нее этой точки не было, мы едем, она говорит, вот здесь остановитесь, я в магазин забегу, короче. Но я бы, если бы далеко проехал, я бы не отпустил. Но, блядь, тут два перекрестка проехали, я думаю, ё-моё, блин, что из-за этого кидать будет, что ли?
Оказывается, вот так вот, блядь. А телефон, я звоню, просто она сбрасывала. Я раз 5 позвонил, она просто сбрасывала. Я простоял, блядь, 15 минут, сука, еще с кайфом заказ такой жирный, блядь. И за вот эти 2 перекресточка, блядь, у меня там 300 тенге почти Яндекс комиссию снял, блядь. Там что-то 1500 примерно вышло, блядь, заказ, короче. Ассалаумағалейкум жігіттер, короче, осындай заказ келіп тұр. Забрать телефона с ломбарда дейді, момышұлы 2-де 5-тен Евразияға. Короче, мошенниктер болуы мүмкін, қазір көреміз. Біздің балдарда осындай случай болған, короче, мошенниктер осындай заказ берген ғой. Қазір барып көреміз, толықтай видеоға түсіретін боламын, до конца көріңіздер. Короче, звондаватыр, на ломбардқа келіп тұрық. Алло. Я ятны. Уағалейкум ассалам. Бауырым, және такси заказ берген мен едім. Аха. Бауыржан Момышұлы ломбардқа барады, сол жерде алдында қыз тұрады. Момышұлы 2-де 5 келіп тұр, Момышұлы 2-де 5. Иә, сол жерде қыз шығып тұрады. Аха. Үстінде ақ кемпір болу керек. Аха. Соны 12.500 теңге бересің, мен саған кигеннен кейін берем ақшасын. 15.000 теңге қылып. Телефонның ақшасын ба, ломбардтан алып кету керек па? Иә, ломбардтан алып кетесің. Телефон ақшасын мен төлеймін ба сонда, қалтамнан? Иә, қалтаңнан төлей сал, мен саған кигеннен кейін бердім. 15.000 теңге қылып берем. Жақсы. Менде Каспий жоқ еді. Жақсы. Телефон ғой, я? Иә, телефон, Samsung. Қыз Қыз білетсі алдында шығып тұр ғой. Аха, ломбардтың алдында тұр. Иә, көрттім, қазір барам. Жақсы, рахмет. Короче, кеп тұрым, платный ажаны өп кетті. Өзің алып кет дейді да. Видеоға түсіріп барам, скритный видеоға. Көрек, қандай телефон, қандай адам екен. Бисмилlah. Саламат. Сіз ба? Телефон ломбардтан алып бересің деп еді? На телефон ба? 12.500 теңге сізге төлем керек ме? Не, қай ломбард екен? Көреді? Қай ломбард екен? Жоқ, енді ломбардта негізі біреудің затын біреуге беруге бола ма? Например, мен 12.500 теңге төлеймін, на телефон істейтін телефон ба, істемейтін телефон ба? жарайды, алмай қойшы. Ай, тоқтасаңшы, қарындас. Итоги ағайындар, ана қыз қашып кетті. И Яндексте, короче, звондасам, телефон көтермейді. Ошын бұндай случайлар болады. Біраз адам маған жазды WhatsApp-ма, дәл осындай случай болған деп. Бұл случай негізі болып жатқан жоқ, біз соны түсіріп жатырық TikTok-қа, өзіміз ақылдасып. Осындай случайға түсіп қалмаңыздар ағайындар. Если телефон забрать с ломбарда анау мынау дейтін болса, негізі естеріңізде болсын, ломбард біреудің затын біреуге бермейді. И то өзі келген өзінде оригинал удостоверениесін сұрайды. Так что осындай мошенничестволар бар қазір, алданып қалмаңыздар. Өзіміз ақылдасып осыны түсіріп жатырық, чтоб водительдер алданып қалмаңыздар. Шұғыл жаңалық ағайындар, Яндекс такси қолданушылар бар, Яндекс таксимен таксовать ететін ағайындар бар. Бәріңе осы видеоны көруге совет берем. Және де жан жаққа таратып жіберсеңіздер тіпті жақсы болар еді. Яндексте үшін бір мошенничествоның түрі пайда болыпты. Менің басымда болды. Бүгін мен попадать еттім сондай ситуацияға. Ошым Яндекс такси шақырады. И, короче, Шәкәрім Құдайбердіұлынан шақырады. 2 адрес указать еткен. Сарайшық 34, потом Достық 9-ға указать еткен. Сарайшық 34-ке алып келем, оплата наличие болды. Жап-жас қыз TikTok көріп сөйтіп отты телефонмен. Маған еще айтты, можно побыстрее, я тороплюсь деп. Хорошо дедім да, енді постараемся деп басып әйтеуір нарушать етпей тезез енді жұмысқа асығып тұрған шығар деген оймен тезез алып келдім. Сөйтіп Сарайшық 34-ке кіріп кетті, 5 минут деген жоқ, 20 минут өтіп кетті. Хотя ол асығып тұрған адам еді. Ол ешқандай арам ой келген жоқ, потом звондадым нөміріне. Звондасам, бір жігіт алады. Бауырым, осындай мен магазинде продавецпін, жаңа Шәкәрім Құдайбердіұлына алып кеттім, сол жерде цветочный магазин бар. Соның артында осындай дейтін супермаркет бар, сол жерге келіңіз деді. Мен сізге камерамен ол қыздың түрін бәрін тауып беремін деді да. Оказывается, ол қыз жаңа магазинге барғанда продавец жігітке айтыпты, мен телефон зарядкаға өшіп қалды, мен жұмысқа баруым керек. Сіздің телефоныңыздан заказ беріп алсам бола ма деп Яндекс. Бағасы 2900 теңге шыққан тұғын. Енді расстояние алыс, базар жоқ, еще қаншама 40 минуттай уақытым кетті, ожидание бар, 10-15 минут ожиданием бар. И
И плюс енді амал жоқ, завершать еттім заказды. Комиссия алды Яндекс менен. Сөйтіп өзімнің группам бар WhatsApp'та, сол группада жаздым, осындай болып жатыр деп. Оказывается, біздің группада тағы 1-2 баланың басында осындай случай болған екен. Осы жақын арада 1-2 айдың көлемінде, жарты жылдың көлемінде. Так что, ассалаумалейкум. Так что, Яндекс такси заказ беретін адамдар, Яндекс приложениесі бар адамдар, сіздерден біреу сұрап тұрса, Яндекс заказ берейін деп, желательно адамның түріне қарайсыздар ғой, енді бірақ бермеген дұрыс сияқты, потому что бұл машинистіге алып келеді біріншіден, екіншіден водительді подставить етесіздер. Потом водительдерге айтарым, екі адрес указать етті ма, оплата наличие болды ма, бірінші адреске кірген моментте переплата алып қалыңыздар, ұялмай. Мен де ұялатын, бұрын сұрауға ұялатын, қазір уже мен настройға келіп алдым өзім. Если екі адрес болатын болса, кіріп бағатса бірінші адреске сразу айтам. Енді түсіндіруге тырысам, ол кісіден сомнение ұстап тұрған жоқ екенімді түсіндірем. Бірақ осындай случай болды. Түсініп қарап, маған кішкене переплата жарты сумманы, либо полный сумманы төлеп кетсеңіз